О, шорттан. О, бірінші балық бар. Ана нені құй, шелекке су. Примерно мына жерде ана кімнің Үсеновтің күйі ойнап жатыр ғой. Тың-тың-тың-тың-тың-тың деген. Қандай шортан. Ой! Не стежи на шорта, да, братва, ты чё? Ана. Секірді ана жерде. Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Мен атым Адылхан. Бұл Астана балықшы YouTube каналы. Сонымен міне Есіл өзені тағы да балық аулауға келдік. Бұл жолы жыртқыш балықтарға, шортанға көреміз. Мінекей қайық. Заттарымыз бәрін шығарып, енді келдік. Сағат 7 болып жатыр. Шамамен Есіл өзені қасында жеңіс бар. Қазір дайындаламыз, шығамыз сосын. Что там, жеңіс? Мінекей. В общем, бізге тірі балықтар ұстау керек кішкентай. Кейін біз баклажка, сосын кружок дейді, қызыл. Соған ұстайтын боламыз бүгін. Ол үшін бізге тірі балық ұстауға керек басында. Кеттік ал. Мынаған жіп байлап алу керек еді ғой. Ладно, ішіне жіп бар, сосын байлай саламыз. Су дейтін мутный что-то. Әзір бәрі оянады. Ана қамыстар бар ғой, сол қамыстарға қарайыз. Сол жерден төменен ұстап көреміз кішкентай балық. В общем, мына жер керемет екен. Үйрек жүр ана жерде. Сүңгір. Біз кішкентай балық ұстай алмай жүрік. Былай қарай. О, бірінші балық бар. Ана нені құй, шелекке су. Ошын, бүгін біз маңдай неге ұстайын деп отырық қой. Міне, астында груз. Мындай жерде не? Балық бұлай жүреді. Жоғары көтерілсе болады, төмен түссе болады. Кішкене астынан көтеріп қойып. Суға саламыз. Міне осындай тереңдік. Жарайды. Аламыз да. Бүйтіп өткізіп қоямыз. Болды? Осылай болады. Яка балығын саламыз. Дым терең емес. Балықты аламыз да. Арқасынан кигізіп. Хоп. Бізге шортан алып кел дейміз. Болды. Осылай. Түскен кезде мынаны аударады. Мына қызыл болады. Кеттік. Ал кеттік. О, молодец. В общем, екінші нені қояйын деп жатыр. Жаңағы кружокты міне тірі балықтар ұстадық. 1, 2, 3, 4, 5, 6 бар екен. Қойып тастайық. Давай. Болды енді өте бер. Ана жерге бір қойып кетейік. Әні біреу, екеуін қойдық. Енді қазір тірі балық ұстауымыз керек те. Мына жерден байлап, маған тартып, лайна бойын баклажкаларды қойып, оған да тірі балық қоямыз. Болды, сосын боспыз. Сосын тек қана тірі балық ұстаумен айналысамыз. Так, бірінші поклевка. Так, бірінші не аударылған, қазір көрейік. Балық бар ма екен? Бұл жақсы жаңалық. Мен бірақ тірі балық ұстай алмай жүрік. Так, мына аударылған. Аударылған деген сөз.
Так. Ештеме жоқ. Неге аударылды екен? Міне. Тістепті ғой мұны. Алдынан. Жаңбыр жауып жатыр. Жаңбыр жауып жатырған ес. Тырбақ табу қиын болып жатыр. Осы жерден аулап көрейік. Қошым айтқанда тырбақтарды ұстап болдым. Біраз уақытым кетіп қалды ғой тырбақтарды ұстауым үшін. Енді мына біз ойлаған нелерді қоямыз. Баклажкілерді. Мына баклажкілерді қазір қоятын боламыз. Сонымен міне қамысқа байлаймыз жіпті. Жіпті байлаймыз да есеміз артқа. Так. Шамамен. Баклажка тұрады осылай. Тіріп алғымыз мәшті жүріп. Так, саған рыбалық түсті. Кәдімгідей. Осы мана жерде біреу аударылды. Соны бар тексеріп көрейін. Мына баклажкаларды енді қойып болып отырғаны ма? Күн қатты жел болса да желден де аударылады. Бірақ жел емес сияқты. Так. Ештеме жоқ сияқты. Міне. Шабуыл жасаған ғой міне. Басынан. Көрініп мәтістері. Бірден болған. Бірден түскен сияқты. Тексереміз. Да, міне. Астана балықшы. О, шортан! Неге мынандай шортан түсті? Астана балықшы деген. Ентоп деген жазу бар. Көрсетейін сіздерге. Мінекей. Мынандай шортан. Ошы мен мынандай бір шортан ұстап алдым. 1,5 кило. Шығар шамамен. Так. Мына неге түсті ғой? Кружок. Біреу аударылды, ал кеттік тексереміз. Осы жақында аударылды ғой. Шамамен. Себебі. Балығы жоқ. Жеп кетті ғой балығын. Баклажканы көріңіздер қалай қозғалып жатыр. Баклажка алып баратыр. Шортан бар деген сөз. Шортан түсті деген сөз. Шортан түсте жақсы ғой. Так, қазір көреміз қандай шортан. Так. Ана. Қандай шортан түсті екен. Бисмилля, көрейік ал. Қайдасың, қайда? Қайдасың, қайда? Опа! Аузына шығып кетті ғой.
мінекей мынандай шорта міне. Жақсы. Күршек аузына алып қойды ма? Жарайды, жақсы. Аузына алып қойды міне. Түш. Екеуінің біреуіне түсті ғой деймін. Осы жерден дауыс шықты шалпылаған. Шолп өте қалды. Қазір тексеріп көреміз ал. Анаған түсіпті ғой, ана. Мынаған түсіпті ғой. Кет. Көрек ал. Қандай шортан. Ой! Не стежила шорта, да, братва, ты чё? Ана. Секірді ана жерде. Алло, да шортанды қарасаң да. Шортан байлар. Қайдасын? Кішкентай енді бірақ қазір ала тұрайық бәрін. Сосын кейін жібереміз. Алағанда түсті ғой жат. Жаңа секірген мынаудан сияқты да? Қазір көреміз. Бекер секірмейді ғой. Түсіп тұрған мұт сияқты. Жаман емес. Ана жерден секірді ғой. Қазір алып шығамыз. Мұнда болды ғой. Мұнда үштеме жоқ сияқты ғой. Жек көтті ғой сол, Аны бірден бар сияқты ма деп қоясың. Өзіге атырған сияқты. Міне. Саға келді әлі бітші шығарғанда. Әкел. Бірақ қойттен. Кімді? Балықты. Ұрық қоған ғой балықты екен. Тістеп сағынан қара. Неше тістеген мынаны? Тістепті біраз. Келмей жатқасын ғой. Жел күшейіп кетті. Сағат 4 болып атыр. Кішкентай балықтарын ауыстыра алмай жатыр. Ана не сетка тесіліп қалды. Кішкентай балық ұстайды. Енді қармақпен ұстап болмай жатыр. Бошын солай. Жел күшейіп кетті. Міне қайығымыз міне тұр. Айтпақшы қыста мен осы жерге келгем ғой. Осы жерден видео шықты. Үстінде не болады? Подсказка. Қысқы сезонды жабу деген сол кезде мен тап осы жерге келген болатынмын. Осы жерге келіп, о кезде ана аяқтан жаяу келдімде осы жерден түсіп, о кезде түспеген болатын. Қазір білмеймін, дауыс естіліп тұр ма, естілмей тұр ма, жел өте қатты. Сонымен көріп отқандарыңыздай үйден бір шықтық. Неге дейсіздер ғой, ана жерде бар ғой, кәдімгі андай болып кетті ғой. 112-ден сообщение келеді ғой. Ертең жел болайын деп жатыр, ертең желдің ұйытқы болайын деп жатыр деп бізге көп келеді. Астанада сондай сообщениелер. Сондай сообщение келгеннен кейін келесі күні не болатынын білесіздер ме? Кәдімгідей жел болады ғой. Сондай жел тұрып кетті, желдің ұйытқы дейді ғой. Сондай болды. Ана жерде біздер видеоның қорытындыламай қалдық. Тез заттарын жинап кетіп қалған болатынбыз. Сондықтан қазір видеоны қорытындылаймыз. Не дейміз, енді видеоны қорытындылайтын болсақ, маған өте қатты ұнады осы балыққа барғанымыз біздің. Себебі осы жазғы сезонның ең алғашқы шортандарын ұстаған болатынбыз. Салмақтары шамамен 1,5 килодан екеуін ұстадық, сосын бір кішкентайды ұстадық. Маған өте қатты ұнады, жаңағы кружоктарға ұстадық қой, жаңа қызыл. Соған және баклажкаға ұстаған өте керемет ұнады. Білмеймін, өз басым кәдімгідей кайф ұстадым сол балықтан, қайықпен, кеп керемет болды барлығы. Рахмет деймін Есілге, Есіл рахмет.
Мен қасымда болған Жеңіс, мен туған інім. Енді сіздер не істеу керек екенін білесіздер ғой, мен сіздерге айтпай-ақ қояйын. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, дизлайк басыңыздар, барлық видеоны қарап шығыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіз деп айтпай-ақ қояйын. Сіздер оны онсыз да білесіздер. Мен сіздерге айтатын нәрсе, сіз комментарийге сіз мені қай қаладан көресіз, соны төменде міндетті түрде жазып кетіңіз, мен күтем. Сонымен видео аяқталды. Осы жерден өте керемет видео болды. Сізге ұнаса не істеу керек екенін білесіз. Сонымен аман болыңыздар, сау болыңыздар, барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Аузы осындай болады щуканың. Ну қарашы, неге андай, ну? Балырда көп жүрген ғой. Ей! Видео түсіріліп жатыр ма вообще? Міне.